Бүгінгі біздің блог басталды. Және менде негізі қазір 2023 жыл бізде басталды. Қазір түнгі сағат 12:00 және барлықтарыңызды құттықтаймын. Осы 2023 жылы сіздер маған 500 подписчик жеткіздіңдер. Сол үшін үлкен рахмет, сіздерді жақсы көремін. Енді қазір мен видеоны монтаждайтын боламын. Түгел қараңыздар, қызық болады деген ойдамын. Рахмет. Айтпақшы, видео соңында сіздерге бірден айтамын, қазір сау болыңыздар деп. Бірден айтпай қояйын, бірақ күшті болады. Мен дым көйлек таппадым, ужас. Базардан келдік, мен вообще көйлек таппадым түкте, бірақ осындай туфли алдым. Мен көйлек таптым, бірақ оны жаңа жылда көрсетемін. Күшті туфли 37 размер екен ғой, потому что көйлегім осындай әдемі ше, қазір көрсетемін бірақ. Достар, қазір мен ағама сыйлық алуға баратын боламын. Бүгін бізде среда, сабақ ерте бітті. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, baby. You sure do treat me nice. Достар, вот қазір бізде уже 12:30, вот негізі мен ұйықтайтын уже уақытым болды. Ертең бізде уже Новый год болады. Біздің қазір сағат 4-те. Мен қазір душқа түсіп алдым, шашымды бүйтіп алдым. Ертең шашымды бұйра алайын, наверное. Қазір мен биология кітапты оқып жатырмын, потому что ертең бізде животта тапсырдық, но биологиядан 2 балл жетпей тұр маған. 2 баллды қосу үшін ертең сұрақтарға жауап беретін боламыз. Поэтому мынаны бәрін емес, бір 4-5 сағат оқыдым, миыма қонғанша енді қасынан тез видео монтажда ұйықтаймын, басқа видео. Да, достар, потом мен өзіме вот осындай кровик сатып алдым оны. Негізі кровиктарды көп көрдім да, мынау здесь андай кішкентай гүлді-гүлділері 1000 теңге тұрады да, мынау 800 теңге. Бірақ олар андай мучақтар тез түсіп қалады. Мынаңғы да енді нормально күтіп ұстасам. Маған осы ұнады жалпы, шашқа да әдемі тұрады. Вот. Мен қазір шашым кішкене су, но көрсетем вот. Мысалға осылай бере аласың. Лак для волос алдық, потому что негізі парикмахерге барып сөйтуге болады, бірақ та біз андай плойка сатып аламыз ғой, тройка соны тексеріп көреміз. Именно лакпен қатырып өзіміз жасап көреміз. Ертең күнді күткенше мен ұйқым келмей тұр, мен что-то ұйықтау керек, уже сағат 1 болады. Қайырлы таң барлықтарыңызға, сағат 6:45 болды. Вообще-то бүгін мен вообще дұрыс ұйықтаған жоқпын, білесіздер ме? Сағат 1-де жаттым, сосын сағат 4-те ояндым, 3-те ояндым. Өткісіз келіп тұр. Мен жаңа жылға дайынмын. Бізде жаңа жыл сағат негізі 3-те болады, бірақ біз 2-де барамыз. Мен, то есть, мектепте жүремін. Вот. Мына күшті моншақ и сырға. Негізі мен сырға таппағаныма 5-6 жыл емес, 4 жылда өтті шума. Күшті бір. Бүгін әдемі өптім. Негізі мен осыны әдемі. Мектепке келдім, қазір бізде жаңа жыл басталады. Мен памятім толып тұр, но мен түсіріп жатырмын. 127 болып тұр, 128-ден. Вот, бірақ сіздерге түсіріп жатырмын. Өте әдемі образ болып тұр оның де. Келгеніңе шат. Келмейін деген оны.
айтырмын ғой. Хай. Бір апта демалыс, Бәрі бізде аяқталды. Үйге қайтып баратын. Не басым істемейді білесіңдер ма? Мен қазір қыста какаумен жүрмін. Бізде картопта орын болмай қалды. Білесіңдер ма? Аяқ жағына келген кезде енді адамның беге деген несі ашылды ғой, құмары ашылып, енді адам билеп атқан кезде болмай қалды да, поэтому біз не істедік айтайын ба? Бізді қайтарып жіберді. Біз сағат 3-те бардық, бірақ 3-тен сағат 3:30-ға дейін ба не істедік, кажется, тұрғызды, кіргізді, сондай болды. Сөйтіп 3:30 почти 5:30-ға дейін 2 сағаттай 3 сағаттай примерно былай биледік, неттік. Бірақ бірінші басында біз андай үндемей тұрдық, дым неміз жоқ, содан кейін көңіл көтеріп мен істеп жатқан кезде кетіп қалды ғой. Вот, поэтому осындай жағдай. Посмотрите. Достар, бізде елка бітті, мен үйге келдім. Шынымды айтсам, полный образды кішкене мына жаққа алып қоямын. Өте шаршап кеттім, қарным ашып кетті, білмеймін. Мынаның бәрі лак, мынаның бәрі қатып қалды. Мен қазір крабикті алып, мынаның бәрін жуу керек. Ертең бізге сабақ. И вот. Мына бюролар негізі өте күшті болды. Ұнады. Барлығы осы бюролар қызықты негізі ше. Ну, вот осымен. Ана әдемі тұрған ғой, мен құрт тастадым, потому что жуу керек уже. Мынаның бәрі жылтыр еще. Желаниясы болмай отырғаны Стасам лак әрі кетпей жатыр. Мен шашым бірінші лак болған ғой. То есть лактаған ғой. И вот. Бүгін өте ондай бір қарасам 15 мың жауып тастаған ғой. Мен бүгін билеп ше. И жаман ұйқым келіп жатыр. Прям еще мен түнгі сағат 1-ге дейін кеше ұйықтамаған ғой. Қат шаршап тұрмын. Прям. Менде бір шаршап, усталость, ұйқым келіп тұр, маған жұмыс жасау керек. Жұмысқа сторис дайындалуым керек. Еще маған қазір сообщение келді, ваш товар скоро уже в Казахстане и уже келеді деп жатыр. Прям күшті. Мен бір посылка заказ бергем. И көрсететін боламын. Ждите. Қазір біз парта жуып жатырмыз. Бізде бүгін ең соңғы күн сабақта. Қазір мен үйге барып базарға барам, үй жинаймын, үйге уборка жасаймын, сыйлықтар аламын. Бүгінге менде жұмыс көп болып тұр. Вот. И біз апайымызбен қоштастық, сынып жетекшімізбен күшті. Апай өзі апай болған. Бізге әрқашан қолдау білдірген күшті. Прям енді мына влог өте бір күшті шығатын сияқты болып тұр. Мен сабақтан шықтым. Бізде ең соңғы күн сабақтың, то есть біз енді демалысқа шығамыз. Қазір мама әкеміз бар, базарға барып продукт аламыз. Еще мен тағы да бір әпкеме сыйлық қосам, или әкеме алам, то есть папаға. Вот. Дала бізде осындай неқтіп, біз жаңа жылдық нелер бар. Бір аптадан кейін біз қайтып ораламыз. Мен негізі бүгін апайымызды шығарып, Химия апай, Гүлзия апайды қимастықпен шығарып салды, потому что бізде 5 сыныптан бастап келіп жатыр ғой, 10 сыныпқа дейін. И Америкаға кетті, поэтому өкінішті бір сәт болып қызы, бірақ апай үшін қуаныш. Скоро, қыста. Бізде сыр бар, талқан бар, еще алған заттар болды. Жатыр, қазір чай қоямыз, чай ішеміз. Ана қоса алмай отырмын. Вроде сағатын қойдым, тықтым, бірақ білмеймін қалай қосатынын. Еще мен туралы бір факт, мен сырды өте қатты жақсы көремін, сыр үшін. И вот қазір мен нанды аламын да, сырды үстіне қойып ертіп жеймін. Мен сабақтан кейін лескі базар кетіп қалды, қарным жаман ашып кетті, уже сағат обед болды, еще обед дайын емес. Найс. сеніммен қарап, жоспар құрамыз. Миллиондаған азаматтарымыз көріп тұрған жоқсың. Мен әшейін сұрақтырамын. Осы жылда тілектеріңіз Ya Allah Құдай мұңдасың жамандық болмасын, жаңа жылдарыңда бақытты болыңдар балапандарым. Жастарың ұзақ болсын деген тілек ойлаған ойыңа жетсін. Біз сыйлықтарды бердік. И вот, мына жақта мен деген торт пен
салат жеп жатырмын ғой. Жаңа жыл. Күшті. Өздеріңі мен таяқпен жей алмадым. Мен таяқпен жеймін. Вау, чоза. Oldu mu anne? Ha o.